Алматыда қазақ тілін үйренуге ниетті адамдар 2014 жылдан бері Ықылас Дүкенұлы атындағы халық аспаптары мұражайында бас қосу клубына жиналып жүр. Күнделікті өмірде қазақша сөйлеуге және сөйлесуге көмектесетін үйірмеде 70-80 адам аптасына бір рет бас қосады. Олардың ішінде ана тілін білмейтін қазақтар, өзге ұлт өкілдері, тіпті шетелдіктер де бар. Мұнда әр сабақ белгілі бір тақырыпта өтеді. Үйірмеде ойындар да ойналады. Дәрістер тегін. Жобаның авторы саясаттанушы журналист Бақытжан Бұхарбай. Келешекте жоба республика көлемінде жұмыс істемек. Бұл жерде біз жабық форматта, ешқандай сыртқы көзден аулақ, өзіміздің ішінде отырып, біздер қазақ тілінде сөйлесеміз, ешкім бірімізге күлмейді, мазақтамайды, сөздерін айтуын, акцент жағынан. Сондықтан негізгі нәтиже кісілер өзінің емін-еркін сезе бастайды. Қазақ тілінде сөйлеуге, қазақша ойлауға, қазақтармен сөйлесуге ұялмай сөйлей бастайды. Руслан, бүгінде мектеп оқушыларына білім беретін орталықтар өте көп. Оны да кәсіпке айналдырып табыс тауып отырған жандар бар. Шағын кәсіптің иесімен біздің де әріптесіміз кездесіп айтқан екен, танысып алайық.